Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астындағы лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабат олардың хабарламаларына тиісін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Желіде Дариға Назарбаева жайлы ақпарат тарады. Толық ақпаратқа ие болу үшін видеороликті соңына дейін қараңыз. Дариға Назарбаева қаңтар оқиғасының алдында президент болғасын кімнің басын жұлып алатынын талқылаған. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы ағасы Аманкелді Шабдарбаев айтты. Шабдарбаев сөзінше Нұрсұлтан Әбішұлы Дариға Назарбаеваны президент етіп сайлаймын деп сендірген. Осылайша Назарбаевамен ойнады, дейді. Сен президент боласың деп сендіріп тастағасын Дариғаның өзі де бұған сеніп келді. Бірақ Нұрсұлтан Әбішұлы Дариғаны президент етпес еді. Неге Дариғаға президент боласың дейді. Себебі Дариғамен ойнады, саяси ойын жүргізді. Басқа да жаңалықтар білу үшін арнамызға жазылыңыз. Қымбат көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.